Енді Мөлдір ханымның сұрағына кезек берейік. Импровиз қоссаң қымыжымен сай емес деп шықпай ма дейді. Импровизация, импровизация. Енді қараңыз, мен енді осы тілмен осылай жалпақ тілмен түсіндіре берейін, андай әдеби тілмен сөйле десеңдер, пожалуйста ше. Бірақ маған осылай жалпақ тілмен, как сен деп, жаңағыдай, как свои дейді ғой, осылай түсіндірген маған өзіме ыңғайлы, және мен солай жақсырақ түсіндірем. Так, енді кеттік. Импровизация. Сен келе салдың да, өзің әдемілеп сабақыңа аш сабағыңа дайындалғансың. Қанша күн бойы құрап, оны дайындадың, өзің әдемілеп келдің да, сен сабақтың жартысынан көбін импровизациямен өтіп кете алмайсың ғой. Импровизация қай кезде, мен ол кезде айттым, импровизация қай кезде қолдану керек, ол андай бір техникалық ақаулар болады, бірдеңе қосылмай қалады, бірдеңе болады, немесе уже уақытың аяқталып қалып жатады. Уақытың жоқ уже, сен сабақты аяқтауың керек. Бірақ әлі тапсырмай аяқтай алмай жатырсың да мына жақта. Үшіншіден, жаңағыдай не болуы мүмкін? Бір сіз ойламаған, сіз күтпеген бір ситуациялар болып қалды. Сіздің басқаруыңыздан тыс. Сондай кезде, сондай кезде импровизацияны айтып тұрмын. Сен адам, мұғалім сабақтың бір 60%, 70% импровизацияны өт деп жатқан жоқпын. Яғни, кәсіби мұғалімнің сен кәсіби қылып көрсететін дүниелер, ол импровизация оған кіреді. Бірақ сен қандай моментте, қандай сәтте импровизациямен алып шыға аласың? Қымыжымен сай емес деп шықпай ма дейді. Сен кішкене ғана өзгертулер енгізсең, ол өзгертулер сені нақты в точкаңа жеткізсе, сенің анау жазылып тұрған мақсатыңа жеткізсе, саған ешкім анау деп әңгіме айта алмайды негізінен. Ол сенің кәсібилігіңе жатады. Сен андай бір ситуацияларын былай суырып алып шығып тұрсаң, егер сабақты, ол саған молодец деп айтады, наоборот. Және де мұғалім 100% қымыжымен өтсін деген нәрсе негізінен олай жазылмаған. Мұғалім кішігірім өзінің тарапынан өзгертулер енгізе алады ситуацияға байланысты. Сондықтан да импровизация міндетті түрде кәсіби мұғалімнің бір қасиеті.